Хрустящий баклажанның сіз білмейтін құпиясымен бөлсемін. Қандай панировка қолдандым, қандай соус жақтым, барлығын видео соңында көрсетемін. Ең бірінші видеоға лайк басып қойыңыз. Баклажанды жуып, осылай жіңішкелеп, ұзыншалап турап аламыз. Жұмыртқаға тұз салып, баклажанның бір ғана бетін аунатамыз. Одан кейін панировкаға аунатамыз. Қараңыздар, көптеген поварлар негізі осы рецептпен жасайды. Баклажанды майға қуырмай, осылай духовкада 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Енді кері бетін аударып, соусын жағамыз, майонез, укроп, чеснокты араластырып, ортасына салат жапырағы және де ұзынша туралған помидорды қоямыз. Қараңыздар, қытырлап күшті болып шығады. Дәл осы салатқа қолданған панировка панко деп аталады. 1 килограммы 1000 теңге тұрады. Және де бальзамический крем соусты бетіне жағамыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Парақшам пайдалы, тіркелуді ұмытпаңыз. Жақын адамдарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ас болсын. Интернеттен осы тағамды көріп, мен де жасап көрейінші деп қызығып кеттім. Өте дәмді болады екен, және балаларыңыз сүйіп жейтін ең дәмді сорпаның бірі. Ең бірінші фрикадельке дайындаймыз. Тартылған фаршқа теркадан өткізілген суы сығылған пиязымызды және тұз, қарабұрыш салып, жақсылап араластырып, ұрғылап, осындай дөңгелек шариктер жасап аламыз. Енді қазанда қыздырып, сұйық май құйып, осы шариктерді екі жағын қызарғанша қатты жақсылап қуырып аласыздар. Одан кейін бөлек ыдысқа салып, қалған майына аздаған сары май қосамыз. Одан кейін пиязды жақсылап қуырып, үстінен теркадан өткізілген сәбізді салып, жақсылап араластырып, пиязы, сәбізі өлгенше қуырамыз. Одан кейін картошка және 2,5 литр су құйдым. Үстінен жақсы дәм беру үшін чеснок және қарабұрыш, лавр жапырағын саламыз. Қайнатамыз. Су қайнағаннан кейін бірден фрикаделькеде саламыз. Және де мен осындай кеме өнімінің эксклюзив кеспесін пайдаландым. Балаларыңыз жақсы көретін кеспелердің бірі. Кеспе піскеннен кейін үстінен 2 чеснок және кинза шөбін қоссаңыз, тамағыңыз күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айранмен, қаймақпен ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Шынымды айтсам, қыздар, өзім де таң қалып тұрмын. Бұл салатты мүлдем суға пісірудің қажеті жоқ. Барлығын кубиктеп турап, осылай духовкаға салып пісіріп аламыз. Ең бірінші қызылшаны, сәбізді және картопты осылай тізіп алып, үстінен сұйық май құйып, азғантай тұз себелеп, және де Чонкостан фирмасының ақ және қара бұрышын аздап себелеп шықтым. Дәл осы дәмдеуіштерді жоғарыдағы номерге жазып, WhatsAppқа жазып, тапсырыс беруге болады. Дәмі өте күшті, бағасы да қолжетімді. Ал енді 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Дәмі, қыздар, супер болып шығады. Просто жасап көріңіздер. Азғантай пияз және тұз себелеп, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Духовкаға салып, осылай салат дайындап көріңіздер. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қыздар, ачучук салаты ыстық тағаммен күшті желінеді ғой. Мына салатта қалыспайды. 1 литрлік банкіңізге жасап бірден жей бересіз. Бірінші қызанақты бөліп аламыз. Кәдімгі қызанақ болса, қиғашынан турасаңыздар болады. Пиязды осылай жартылай сақиналап, жұп-жұқа етіп тураймыз. Чеснок және кинзаны да ұсақтап турап дайындап аламыз. Соусына сұйық май және де Чонкостан фирмасының ақ және қара бұрышын қолдандым. Жоғарыдағы номерге жазып, тапсырыс беруге болады. Енді 1 литрлік банкіге пияз, чеснок, кинза және де қызанақты салып, рет-ретмен осылай орналастырып шығасыздар да, үстінен соусымызды құямыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Салатымыз бірден дайын бола қалады. Тәрелкеге салып, қонақ дастарханға да өздеріңіз жесеңіздер де болады. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.